Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пиццаға қарағанда жақсы әрі оңай тез жасалатын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бізге үлкендеу бір картошка қажет болады. Бір картошканы осылай үткіштен өткізіп, бетіне су батып тұратындай мұздай су құйып 15 минутқа қалдыратын боламыз. Бізге бір сәбіз қажет болады. Оны да осылай өткіштен өткізіп аламыз. Бізге пияз қажет болады. Барынша майдалап ұсақтап тураңыздар. 2 пияз қосатын боламын. Өйткені менде пияздарым кішкентай болғандықтан, сіздерде үлкен пияз болса, бір үлкенде бір пияз турасаңыздар жеткілікті. Енді бізге тәтті бұрыш қажет болады. Осылай тәтті бұрышымызды осылай ұсақтап турап алатын боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бізге енді сұйық май қажет болады. Тапамызды қыздырып, сұйық майдан 3-4 қасық құямыз. Оның үстіне ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Енді пиязымызды қуырып болған екен, үстінен өткіштен өткізілген сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Сәбізімізді қуырып болған екен, тәтті бұрышымызды салып, оны да қосып қуыратын боламыз. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде бір рет болсын жасап көріңіздер. Өте жеңіл әрі оңай жасалатын тағам екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай суға салып қойған картошкамызды осылай сүзгіштен сүзіп аламыз. Суын сырғытып, жақсылап сүзіп алғаннан кейін қуырылған салмамыздың ішіне картошкамызды салып жақсылап араластырамыз. Енді бізге бір жұмыртқа қажет болады. Осылай жақсылап бір жұмыртқамызды жарып, таза ыдысқа жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді бізге бір бокал сүт қажет болады. Бір бокал сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз оны да. Бізге енді ұн қажет болады. Ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстіне бір қасық қара бұрыш саламыз. Және де бір қасық тұз саламыз. Оны да жақсылап іртік қалдырмай, жақсылап араластырыңыздар. Міндетті түрде жақсылап араласу керек. Осылай жақсылап іртігін қалдырмай, осылай жақсылап араластырдым. Енді оның ішіне салмамызды салатын боламыз. Міне қуырып, картошкамен араластырған салмамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, сол жерде көптеген пайдалы видеолар бар. Соларды ашып көрсеңіздер болады. Сіздердің пайдаларыңызға жарайтынына сенімдімін. Осылай ыдысымызға енді жақсылап астын майлап, осылай саламыз. Астына міндетті түрде фольга төсеп жүріңіздер, сонда жабыспайтын болады. Мен енді фольга төсемедім, менің қателігімді қайталамаңыздар. Осылай жақсылап бетін тегістеп, осылай салатын боламыз. 30 минутқа әсет печкаға салып пісіріп алсаңыздар болады. Енді әркімнің печкасы әрқалай. Енді сіздерді қалай пісіретінін білмеймін. 30 минутта пісіп шықты. Осы аралықта бізге сыр қажет болады. Біздің пиццамыз пісем дегенше біз сырымызды түркіден өткізіп алатын боламыз.
30 минут өтті. 30 минутта міне пісіп шықты. Енді оның үстіне сырымызды қойып, қайтадан 5 минутқа асепечкаға салып аламыз. Сырымыз ерігенше жақындарыңызға, балаларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмі керемет болып шығады екен. Бір рет болсын жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Енді өз қалауларыңыз бойынша осылай кесіп балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте дәмді болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.